алтыншы ойым дисциплина және де жүйелі даму. Мысалы біз белгілі бір жылда бір білім аламыз дейміз, осы белгілі бір кітап, 50 кітап дейміз, белгілі бір тренингтер дейміз. Осы бағытқа жай қарамаған абзал. Оны жаздық па, нақты орындауға тырысу керек. Мысалы, жақсы, бір жылда 12 кітап оқимыз деп мысалы шешкен болсақ, сол қандай кітап оқимыз алдын ала белгілеп, сол кітапты уақытылы бітіру үшін біз оның нақты бір күнде қанша бет оқимыз. Мысалы, мен бір 300 беттік кітапты алсам, бір айда оқитын, значит мен күніге жоқ дегенде 10 бет оқимын да. Оны артығымен оққан абзал, себебі бір кездерде бір той садаққа, сапарға шығып қаласың. Сондықтан нақты жоспар болған жақсы та, білім алғанда кәдімгі жүйелі оқып даму керек. Егер де бізде жүйе болмаса, бойда тәртіп болмаса, біз қандай болмасын бағытта дамымаймыз. Қазір ақпарат заманы, қазір личный брендті дамыту керек та. Олсыз қазір сатылымыңыз болмайды, сөзің шыны керек. Пайдалы ақпаратты беруге жүйелі түрде алдын ала түсіріп, соны